Феминита. Көлікпен келе жатып, көшеде қолын көтерген бір ананы көрдім. Ақ орамалынан аса алмай, дереу тоқтадым да, "Апа, келіңіз, отырыңыз, қайда барайын?" дедім. Уақытым тығыз, жолым кері болса да, айтқан бағытына қарай жүріп отырдым. 2018 жылы 2 аптадан кейін қажылыққа баратынымды бір досыма айтып, телефонымды қойдым. Апам түсер жеріне жеткенде қалтасынан ақша алып ұсынды. "Апа, таксист емеспін, өзімде келе жатқан жолым осы, қажет емес" десем, "Балам, Меккеде менің балаларым үшін дұға жасап, осы ақшаны шалымның атынан Қағбаның қасында садақаға берші, өтінем" деді. Қазақы анаға қатты сүйсіндім. Аты жөнін сұрап алып, аманатын орындағанша асықтым. Шіркін-ай, жылы жанары әлі есімнен кетпейді. Міне, мен үшін ана сол кісі, үстіне камзол киіп, Алматының алаңында айқайлаған қатын емес. Цеткин салған сара жолмен тойлап жүрген марш болып шықтау. Ең ірі 2 мегаполисте еркек болғысы келген әйелдер митинг жасады. Сұмдық, иә. "Менің жатырым, менің ережем" деп шыңғырған әйелдерді, "Жынысымда жұмысың болмасын" деген жастарды, "Нәскиіңді өзің жу" деп бақырған қыздарды көргенде, ақ жаулық аналарымды бұл мерекеге қия алмадым. Аналарға арнайы күн беріп, әлгі азғырғандарға сыйлай салайықшы осы күнді. Ұсынысымды ЛГБТ-ға есік ашып, көшесін босатып берген әкімшілік ескерер деген ойдамын. Ана қашанда қасиетті, әйел қашанда нәзік, тек мына тексіздер емес.